Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге көптен күткен сұрақтарыңызға жауапты түсіргелі жатырмын. Мен YouTube арқылы жиналған ақшаны қалай Каспий Голд карточкасына аудару керектігін көрсететін боламын. Оны көрсетпей тұрып сіздерге айта кететін шарт талаптарды түсіндіріп өтейін. Біреулеріңіз білесіздер, қазір кіріп отқан, қарап отқан адамдар, яғни YouTube'тан ақшаны қалай аламыз деген барлығы қояды сұрақты. Яғни біз монетизацияға тіркеу барысында Google AdSense-ке тіркейміз. Сол Google AdSense-ке ақшаны жиналғаннан кейін кем дегенде $100 жиналу керек. Сол $100 жиналғаннан кейін біздер карточкамызды тіркей аламыз. Ол карточканы тіркеу үшін де өзінің қадамдары бар. Яғни карточканы тіркеу үшін біздерге пин-код келу керек. Менің жағдайымда мынандай нәрсе болған. Өзімнің каналыма тіркеген кезде, AdSense-ке тіркеген кезде, мен 3 рет пин-кодты алу үшін запрос жіберген болатын. Ол пин-код бізге кәдімгідей Казпочтамен үйімізге келу керек. Немесе сол почтаның отделениесіне келу керек. Сол жерден хатты алып, сол кезде сол хатпен келген пин-кодты теріп, и сосын мен карточкамды автоматты түрде тіркеу керек болатынмын. Алайда менің жағдайымда онда болған жоқ. Маған хат мүлдем келген жоқ. Сондықтан 3 рет жібергеннен кейін, келмегеннен кейін мен өзімнің удостоверение личности дейді, соны фотоға түсіріп алдарды мен, соны жібердім. И содан кейін барып, менің карточкам 1 күн ішінде тіркелді, и бірден маған ақша аударылды. Енді мен сіздерге бұл пин-кодқа жіберу барысында да, немесе удостоверение жіберу барысында да мен сіздерге бір жасалатын амалдар бар барлығына. Яғни карточканың жаңағыдай номерлары бар, кодтары бар, тағы басқа, соларды қай жерден алу керектігі жөнінде көрсететін боламын. Бүгінгі үлгіде Каспий Голд, яғни сол банктың коды жөнінде айтылатын болады. Ендеше мұқият қараңыздар. Сонымен, біздер Google AdSense-ке кіреміз, одан кейін платежи деген бөлімді басамыз. Одан кейін біздерге способ оплаты бойынша добавить способ оплаты деген таңдаймыз. Сол жерден бізге ашылады. Настроить оплату банковского перевода дегенді таңдаймыз. Яғни осы жерден бізге аты жөнімізді, тағы басқа біздің Каспий банк бойынша бүткіл данныйымызды толтыру керекпіз. Енді қараңыздар, келесі қадамдар қалай жасалынатын жөнінде сіз алдын ала нені толтыру керек, соны дұрыстап оқып алғаныңыз жөн. Енді бұл жерде менде карточка тіркеліп тұр, мен просто өзімнің карточкамды қалай теру керектігі, қалай дұрыс кодтарды, тағы басқа таңдау керектігін көрсететін боламын. Ол үшін мен Kaspi.kz деген сайтқа кіремін. Ол жерден алматын таңдап өзімнің жеке кабинетіме кірем. Жеке кабинетіме кірген соң Мой банк дегенді таңдаймын. Так. Одан кейін Каспий Голд. Так, о карте Каспий Голд, потом реквизиты деген бөлім бар, соларға кіремін. Бұл жерде мен бірінші Халқов жалғас дегенді алып алам, көшіріп, аты жөнімді жазып қоям. Бірақ та бұл өте қате, яғни латынша жазу керек болады, оны кейін өзгертем, қазір көре жатасыздар. Және де Каспий банктың АО дегенмен бірге алам. Негізі АО дегенді де тоже алып тастау керек. Кейін бик бойынша Kaspi.kz деген кодта теремін, копировать етіп аламда, жаңағыдай бик деген жерге салам. IBAN деген бар. Яғни IBAN деген не ол? Ол қалай жазылады? KZ тағы да басқа сандарды арқылы жазылған код, ол IBAN болып саналады. Сондықтан мен жаңа реквизит бойынша IBAN-ды көшіріп аламын. Және оны көшіріп қоямын. Көрдіңіздер? Және 2 рет қайталайым. Яғни повторно белгілеңіздер деп тұр, соны 2 рет көшіріп берем астына. Сосын банктың жаңа АО дегенді алып тастадым, және де өзімнің аты жөнімді латынша шрифтпен жазу керек болатын. Яғни қызылдың бәрі кетіп қалды. Маған енді қалғаны банк посредник. Банк посредникті қараңыздар, США мен байланысты болу керек.
сол бойынша мен Swift Big кодтарын алу керекпін. Ол үшін мен алдымда Google-ға жаздым. Банк посредник Каспий банка деп. Маған ең бірінші шыққан реквизиты Каспий KZ деген бөлімді бастым. Сол сайтқа кірдім. Яғни маған PDF файл жүктелді. Ол жерден мен алып The Bank of New York деген Mellon дегенді көшіріп алған болатынмын. И соны жаза қойдым, болды. Басқа ештеңе жоқ. Swift Big дегенді осы жерден аламын. Сол қатардан Swift кодты көшіріп алып, көшіріп қоямын. Содан кейін бұл жерден тоже по желанию деген нәрсе бар, яғни толтырмасақ та болады. И сохранить деп басамын. Болды. Осыдан кейін менің карточкам типа жүктелді, яғни орнатылды деген сөз. Бірақ та бұл жерде менің өзімнің кодым, жаңағыдай көріп тұрсыздар, 0670 мен біткен. Бұл тіркеліп тұрғандықтан маған қосымша шыққан жоқ. Яғни сіздер білесіздер, Каспий банкпен бұрынғы тіркегесін кейін мен карточкамды ауыстырсам да, бұл менің счетыма түсетін болады. Сондықтан менің Каспий карточкам ауысып кетті деген сияқты әңгімелер бұл жерде уже қажет емес. Яғни бұл тек қана счетқа түседі, а ол карточканы арқылы кез келген уақытта, кез келген жаңағыда ауыстырсаңыз да сол счетта тұра береді. Сондықтан одан дым уайымдамаңыздар, карточкаларыңызды тіркеп ала беріңіздер.